Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге зодиак белгілерінің ерекше тұстарының екінші бөлімін жалғастырамыз. Таразылар. Олар жұмыс үшін жан беретін жандар. Барлығымен бірдей тіл табысатын адамдарды табу қиын. Ал таразылар ортаға тез бейімделе алады. Олар дүкен құмарлар. Бар ақшасын үнемі қажетсіз нәрселерге жұмсайды. Көп өкінеді, әрекеттенбейді. Дегенмен де таразылар сіз түнгі 3-те қоңырау шалсаңыз да көмекке келетін адамдар. Олармен абай болыңыз. Олардың өздерін сөзсіз ғашық етудің керемет қабілеті бар. Саршаян. Саршаяндар өте тік келеді. Олармен тіпті дауласу нағыз қабырғамен сөйлесумен бірдей. Олар сені ешқашан естімейді. Олар әрқашан аяқтарына нық тұрады. Олардың өмірінде қандай жағдай болса да, оларды бұзу өте қиын. Жақындарын қорғауға келгенде мүлдем қорықпайды. Өзін емес, өзге жандардың өмірін бірінші орынға қоюға дайын. Олардың қалауы заң. Олар әрқашан өз қалағанына қол жеткізбей қоймайды. Әрқашан барлық нәрседе шындықты білгісі келеді. Егер сен оларға өтірік айтсаң, олар сені ешқашан кешірмейді. Мергендер. Мергендер эмоциялық жағынан басқа ешкімге емес, өзіне ғана тәуелді. Бір беткей жандар. Олар кез келген түрдегі тыйымдарды жек көреді. Өйткені олар әрқашан өз қалауын орындауға дағдыланған. Ол өз дегенін, өз қалауын жасамайынша көңілі толмайды. Барлық мағынада ерекше әзіл сезімі бар және олардың әзілдері кез келген ортада ең күлкілі адамдардың бірі болып шыға келеді. Олар жауапкершілік пен ережелерге мән бермейді. Олар ешқашан өз бетінше өміріне қойылым жасамайды. Оған оның қажеті жоқ. Тауешкілер. Тауешкілер айтарға сөз жоқ. Олар керемет тәртіпті адамдар. Олар керемет әскери немесе рота басшылары болар еді. Олар өте уәдесіне берілген. Сіз тауешкімен араласар болсаңыз, оның сізді жарты жолда тастап кеткенін ешқашан көрмейсіз. Олардың жанында сіз әрқашан бәрі жақсы болатындай сезінесіз. Қорқыныш сезімі болмайды. Тауешкілер табыстың оңай жолмен келмейтінін түсінеді. Сондықтан бәріне абсолютті шыдамдылықпен қарайды. Тауешкі бойыңыздағы қасиеттерді сақтаңыз және оларды бұзбаңыз. Суқұйғыш. Егер де сіз суқұйғыштың жүрегін жаулап алсаңыз, ешқашан өкінбейсіз. Олар сынаққа төзімді. Онымен қиындықтарды мәңгілікке жеңесіз. Және олар сені ешқашан ұмыта алмайды. Олар барлық жағдайда әрқашан әділдік жағында болады. Оның достары, олардың отбасы. Оларды елеусіз қалдыруды немесе қорлауды ойламаңыз. Айналада олар туралы айтылғанның бәріне мән бермейді. Олар ешқашан ешкімді тыңдамайды және бәрін өзінше жасайды. Олардың еш нәрсеге ұқсамайтын өз өмір ырғағы, өз тәртібі бар. Бұл үшін оларды кінәламаңыз. Балықтар. Олар барлығына сүйіспеншілік беруге дайын. Сондықтан олар керемет. Балықтарды бағалай білсең, олар таңғажайып достар. Басқа нәрселермен қатар, олар
сізге кез келген жағдайда кеңес береді. Олар жеткілікті ақылды, тыныш және шу шығармайды, бірақ әрқашан өз жолын алады. Бәріне өздері қол жеткізуге дағдыланған тәуелсіз жандар. Балықтар ешқашан ештеңеге шағымданбайды, бірақ бұл олардың қиналғанын білдірмейді. Олар тек қорытынды жасайды. Міне достар, зодиак белгілерінің ерекше тұстары туралы біліп алдыңыздар. Егер де менің каналым қызықты болып жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.